Цифрлық трансформация. Азаматтар е-өтініш ақпараттық жүйесі арқылы мемлекеттік органдарға онлайн арыз, шағым, өтініш жолдай алады. Е-өтініш халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру аясында азаматтардың мемлекеттік органдарға жүгіну рәсімін барынша жеңілдетіп, өтініштердің қаралу барысын бақылау мақсатында іске қосылған. Е-өтініш қағаз өтінішті алмастырып, бір терезе қағидаты бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштің барлық түрін қабылдауға арналған ақпараттық жүйе. Бүгінде е-өтінішке 26 мыңнан астам ұйым қосылған. Оның ішінде министрліктер, әкімдіктер, оларға қарасты мекемелер мен басқа да мемлекеттік құрылымдар бар. 2024 жылы жүйеге 1100-ден астам әкімшілік орган мен 2500-ден астам қызметкер қосылып, азаматтардан 3,7 миллионнан астам өтініш түскен. Өтінішті үйден шықпай-ақ е-өтініш KZ сайты, егов KZ порталы, егов мобайл қосымшасы арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталығына барып жолдауға болады. Сондай-ақ әкімшілік органдардың қызметкерлері өтінішті қабылдап, е-өтініште тіркей алады. Жүйеде мемлекеттік органдарға өтініш жолдап қана қоймай, жауапқа шағымдануға да болады. Ролик Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.